Сәлем құрбым, сен осы сәтке келдің. Көзіңді жұм, тыныс ал, жай ғана бол. Себебі дәл қазір сен шынайы өзіңмен жалғасып тұрсың. Бүгін біз өзімізге сенуді қайта еске саламыз. Бұл сенім сырттан емес, ол ішіңнен басталады. Бала кезің есіңе түсірші. Сол кезде сен ештеңеден қорықпайтын едің. Қиялың шексіз, арманың шын еді. Сен өзіңе сенетін едің. Өйткені сен кім болғың келсе, соған сендің. Уақыт өте сол сенім әлсіреуі мүмкін. Қоғам, адамдар, қорқыныш бәрі сені кідіртіп, сеніміңе көлеңке түсірді. Бірақ сенің шынайы болмысың өзгерген жоқ. Сен сол баяғы жарқсың. Сен сол шексіз мүмкіндіксің. Өзіңе сену бұл кедергісіз жол емес. Бұл құласаң да қайта тұра алу, қорқып тұрсаң да жүре беру. Басқалар сенбесе де өзіңе сену. Себебі ешкім сенің жүрегіңді сен сияқты түсінбейді. Ешкім сенің арманыңды сен сияқты сезбейді. Ешкім сенің жолыңды дәл сендей жүре алмайды. Сен ерекше жолдасың. Сен өзіңе тән дара жолмен келе жатырсың. Басқа ешкіммен салыстырма. Себебі сен жалғыз үлгісің. Сен өзіңнің жалғыз нұсқаңсың. Енді терең тыныс ал. Мұрныңмен жай ғана ұстап тұр. Аузыңмен жайлап шығар. Босаңсы. Өзіңе айт. Мен өзіме сенемін. Мен өз мүмкіндігімді көремін. Менің қолымнан келеді. Менің жүрегім дұрыс жолмен жүріп келеді. Сен қателесуің мүмкін. Сен күмәндануың мүмкін. Бірақ соған қарамастан сен жалғастыруың керек. Себебі нағыз сенім тұрақтылықта емес, қиындыққа қарамастан алға басуда. Сенің қолыңнан келеді. Сен батылсың. Сен өз өміріңнің авторысың. Өмір бұл сынақ емес, бұл тәжірибе. Сен үйрену үшін келдің. Сен сезіну үшін келдің. Сен өмір сүру үшін келдің. Және сен оған толық лайықсың. Кел, қазір осы сөздерді іштей қайтала. Мен өзімді қабылдаймын. Мен өзімді бағалаймын. Мен өзімді жақсы көремін. Менің ешкімде тыныштық пен сенім бар.